Рамазан айында ораза ұстап жүріп, үкіл салдыру мәселесіне келетін болсақ, біз үкілдарды жалпы екі топқа бөліп қараймыз. Біріншісі бұлшық еттен салынатындар, бұлардың барлығы қандай түрі болса да оразаны бұзбайды. Ал екіншісі көк тамырдан салынатындар. Біз бұл топтағы үкілдарды да екі топқа бөліп қараймыз. Біріншісі адам денесіне ас, су, тамақ сияқты кәдімгідей нәр беретін құрамында осындай заттар бар үкілдар болатын болса, бұларды көк тамырдан салған кезде оразаны бұзады. Ал екінші тобы құрамында ас, су, тамақ сияқты ешқандай нәр беретін заттар жоқ үкілдар. Бұларды көк тамырдан салса да оразаны бұзбайды екен. Сондықтан көк тамырдан үкіл салдырар кезде біз бірінші дәрігерлермен ақылдасып, құрамы қандай екенін біліп алғанымыз дұрыс болады. Алла тағала құлшылықтарымызды қабыл қылсын.